Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Имам Бұхари мен имам Муслимнің сахихында келген бір дұғамен бөлісім келіп отыр. Бұл дұғада біз үшін үлкен жақсылық бар және де біз үшін болған ең маңызды нәрселер қамтылған. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді, бұл сахабадан. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендердің қайсысы бірің тәшәһүдте болсаңдар, тәшәһүд деген бұл намаздағы соңғы отырыс. Мына 4 нәрседен Аллахтан пана сұраңдар. Ол жаһаннамның оты, қабірдің азабы, дүниенің және өлім сәтіндегі қиыншылықтан және Мәсих Даджалдың фитнасынан пана сұраңдар дейді. Және де Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам намазының соңында сәлем бермес бұрын, яғни соңғы отырысында мынандай сөздермен дуа етеді: Аллахумма инни аъузу бика мин азаби джаханнам ва мин азабил қабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Я Аллахым, мен саған жаһаннамның отынан, қабірдің азабынан, дүниенің және өлімнің фитнасынан, Мәсих Даджалдың фитнасынан және жамандығынан саған сыйынамын деген дұғасы. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслима. Вальхамдулиллахи раббил аламин.